Сәлеметсіздер ме менің оқырмандарым, YouTube каналындағы, және TikTok'тағы, Instagram'дағы оқырмандарыма, және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар деймін. Сіздерменен Сәриева Әсеткүл өте үй жағдайында және қазақи және табиғи емді сіздер әр уақытта болмасын тек қана қазақтың емес, Тибеттің, Қытайдың, Ресейдің, орыстардың тіптен ондайда жаңағы оққан тоққаным көп, сіздерге кеңес беріп отыратын боламын. Және бұның бәрі тәжірибемен өткен нәрселерді айтатын боламын. Мен қазір сіздерге қызық нәрсе көрсеткім келіп отыр. Мінекей, мынау қасқырдың бауыры. Қасқырдың бауырын не істейсіз ғой? Қасқырдың бауырын қатырып қойып қойғанмын. Қасқырдың бауырын қолға тиеді қазір. Тимейді деп айта алмаймын. Әркімде бар қасқырдың бауыры, әркім алуға болады. Бұл қасқырдың бауырын балалар кінәраттанып ауыратын болса, қайта-қайта ауыра беретін болса, көз тиген балаларға, және де жолы жүрмей жатқан жігіттер мен қыздарға осы қасқырдың бауырының бір кішкентайын ғана ертіп, шакраларына, маңлайына, желкесіне, құлағының артына, кіндігінің үстіне, табанына, алақанына, тіптен мынандай жерлеріне ертіп жағып қою керек. Содан кейін бұл қасқырдың бауырын кішкентай ғана алып, мәшинелеріне жігіттер салып қойса, өте бір қорғанышты дүние болады. Әрине, Алланың көзі түзу болсын, бірақ қазақтың бұндай салт дәстүрлерінде бар нәрсе ырымдары. Сондықтан жаңағы бұның бәрінің пайдасы бар. Содан кейін қасқырдың бауырын тіптен ертіп, сүтке араластырып ішеді. Оны білесіздер ме сіздер? Бұл өттің тасын ертеді. Ертіп, кішкентай ғана ертіп, сүтке тамшылатып, 3 тамшы ғана сүтке салып, 1 қасық сүтке, болмаса жарты күрішке сүтке 3 қасық ғана, 3 тамшы ғана тамызып, соны ішеді. Сондықтан қасқырдың мына бауырының ем екенін сіздер біле жүріңіздер деп сіздерге айтып отырмын, кеңес беріп отырмын. Осы нәрселерді істеңіздер. Барлығын кішкентай уақыттың ішінде сіздерге айтып түсіндіру мүмкін емес. Сондықтан маған сілтемеде нөмір тұр. Соған WhatsApp-қа жазыңыздар. WhatsApp-қа жазатын болсаңыздар, мен сіздерге кеңесімді беріп отыратын боламын. Мынандай ескілікті нәрсені де ұмытпайық. Үйде жас баласы бар адамдар бұны баяғы заманда бесіктің басына, кішкентай бесіктің не басына, не аяғына іліп қойған. Сондықтан босағаларыңызға кішкентай нәрсенің бір картинаның артына іліп қойсаңыздар да болады. Тегі намыс қылып жатсаңыздар, мынау не іліп қойды деп намыс қылсаңыздар, бір картинаның астына іліп қойсаңыздар, картинаны мысалы намыс қылмай ілесіздер ғой, соның артына іліп қойыңыздар. Сізді көзден, тілден жаңағы дегенмен сақтап тұратын дүние бұл. Осыны ескере жүріңіздер.